Арнамызға жаңадан қосылған барша көрерменге таңғы шуақты болсын. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық саз бағдарламасы. Дәл осы тұста қонақжай студиямызға жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше таныс болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызға орай бүгін біздің студиямызда қонақта Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасының бөлім меңгерушісі Утешева Айзада және де дәл осы кітапхананың үздік оқырманы десек те болады, Саматов Шыңғыс. Қош келдіңіз. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бүгін енді біздің тақырыбымызға орай өздеріңізді арнайы шақырып отырмыз. Расында да енді ең алдымен кітап оқимын деген адам, шығарма іздеген адам, жалпы оқырман кітапхананың есігін ең бірінші барып қағады. Дегенмен де есігін қағып тұрғанмен сол кітапханадағы кітаптар бүгінгі таңда оқырманның талғамынан шығып жатыр ма деген сұрақ туындайды ең алдымен. Айзада ханым, енді бүгінгі таңда Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасы қандай шығармалармен жыл сайын толығып отыр? Осы жөнінде өздеріңіздің кітапханаларыңыздағы шығармалардың жаңалықтарын бөліссеңіз. Енді жаңа шығармалар өте көп, бірақ енді өзіміздің айта кетсек, бұрынғы келе жатқан ақындарымыз, яғни Мағжан Жұмабаев болсын, Міржақып Дулатов болсын, Фариза Оңғарсынның кітаптары ол трендтен қалмайтын кітаптар, бірнеше жыл өтсе де, бірақ қазіргі жастарымыз енді бизнес, мотивация, психология секілді кітаптарға өте жақын. Сондықтан біз осы кітаптарды алып отырмыз қазіргі таңда. Оқырмандарымыз көбейіп жатыр. Ең қазіргі сұраныстағы кітаптар осылар. Фэнтези, комиксы деп айтады. Және де осы психология кітаптарын сұрайды. Жалпы бұл кітаптардың көпшілігі, дейінің көпшілігі, өзге тілден аударылған дейді. Демек, ол рас па? Кейбір кітаптар енді шетелдік авторлардан аударылған, кейбір кітаптары осы біздің журналист, яғни қазіргі танымал адамдар өздері кітаптарын шығарып жатыр ғой. Сол сияқты қазақшада жазып жатқан өзіміздің осы қазақстандық адамдарымыз бар, яғни ол танымал актерлар болсын, жазушылар болсын, осы қазақстандықтар жазып жатқандар арасында бар. Бірақ көбіне сол шетелдік авторлардың аудармалары. Түсінікті. Шыңғыс, үздік оқырман деп таныстырып жатырмын. Қазіргі таңда енді оқырмандарға кітапты сүйіп оқитын жандарға қойылатын сауал, кітапты қаншалықты жиі оқисың? Жалпы, кітап оқу жиілігіндегі бір ерекшеліктер бар ма? Бірі, мәселен, айына 4-5 кітап оқу керек дейді. Немесе бір кітаптың өзін аяқтасаң да жеткілікті дейді. Сенің өзіңнің әдіс тәсілдерің қандай? Мен болсам, аптасына бір 100 беттей оқуға тырысамын. Бірақ кейде көбірек те оқи аламын. Әдіс менде жоқ, жай ғана оқуға тек сол. Жылына белгілі бір сенде жоспар бола ма? Мәселен, кітап қорымды осынша туындымен толықтыру қажетпін деген. Болады. Мен жылға 5-10 кітаптай оқуға тырысамын. Жалпы мені қызықтырады, Шыңғыс, өзіңе қандай шығармалар ұнайды? Соның қандай жанрлар? Қазақша кітап болса, маған ұнайтын Бауыржан Момышұлының «Ұшқын ұя» шығармасы. Ол жерде Бауыржан Момышұлы өзінің болашағын көрсетеді. Яғни өзінің отбасымен ол қандай уақытты кешірген. Ол уақытта заман қиын болған, сондықтан қалай айтады? Өзін таныстырады өзімен, және өзінің отбасын таныстырады. Орысша кітап болса, ең мен ұнайтын кітабым ол «Путешествие к центру Земли». Жюль Верн кітабы. Ол жерде 2 саяхатшы, нағашы және немересі бір фактіні дәлелдегісі келеді. Ол факт теория, яғни. Теория болған. Жердің іші полы емес. Сондықтан олар саяхатқа келеді, жердің ішіне. Сол жерде олар көптеген қиындықтармен келеді. Кездестіреді.
түсінікті. Азида ханым, қазіргі таңда негізінен осыдан қателеспесем бір 5-6 жылға кейін шегінер болсақ, қазіргі біздің енді трендтегі психологиялық кітаптар кітапханада болмайтын, яғни біз жалпы оқырмандар деп айтайық, әдеби кітаптарды, шетел әдебиеттерін, қазақ классиктерін ең бірінші осы кітапханадан табатын. Ал бертін келе қазіргі таңда осы бір трендтегі туындылар жарыққа шыққалы, біздің енді қазақ классиктеріне деген сұраныс азайып қалған жоқ па? Қалай ойлайсыз? Жоқ, бұл жерде біздің оқырмандарымыздың жас ерекшеліктеріне байланысты. Негізгі мектеп оқушылары сол бұрынғы өзіміздің трендтегі бұрынғы жазушыларымызды оқи береді. Жай олар мектеп жасынан университет жасына келген кезде жаңағы қазіргі сұраныстағы кітаптарға оқиды. Сол үшін біз оқырмандарды сұраныс деген журналымыз болады. Сол жерде оқырмандардың жасына қарай әр оқырман қандай кітап сұрайды, сол кітапты жазып отырып, сол кітапты тапсырыс беруге тырысамыз. Барлық қазақ әдебиеті де, қазақ классиктерінде де әлі күнге шейін аламыз. Кітап қорымызда толықтырылып отырады. Жаңадан басылып шығады, сырты өзгеріп шығады, бірақ барлығында алуға тырысамыз. Қазір Азиза ханым, әлеуметтік желі дамыған, интернет дамыған, ғаламторда электронды кітаптары бар. Соның нәтижесінде қазір осы кітапханаға баратын оқырмандар саны азайып кетпеді ме? Жоқ, өйткені ол кітаптарды біздерде оцифрованный дейді ғой, яғни онлайн түрде де береміз кітаптарды. QR-код арқылы өздеріне жазып та алады кітаптарды, бірақ кейбір оқырмандарымыздың көпшілігі әлі күнге шейін кітапты қолмен ұстап отырып оқығанды ұнатады. Өйткені электрондық заман болғанмен сотка арқылы қараған кезде бәрібірде кітаптың өзін бетін ашқандай болмайды. Әрине. Сондықтан кітабымыз әлі күнге шейін сұраныста. Электронды кітапқа да сұраныс бар. Бар. Кейбір жастарымыз мысалы кітапханаға келуге уақытым болмай жатады. Сол кезде мына кітапты QR-кодпен алсам бола ма деген кездер болады. Ол кезде әрине болады. Әр оқырманның өзінің жағдайына да қараймыз. Қазіргі таңда расында да енді кітап сөрелеріндегі көз сүрінер біршама туындыны кейде біз енді оқырман ретінде таңдай алмай қалып жатамыз. Расында да белгілі бір туындыны оқу үшін де ең алдымен таңдауға уақыт кетеді. Осы тұста біз міндетті түрде кітапханашылардың көмегіне жүгінеміз. Қандай кітаптар қазіргі таңда көп оқылып жатыр, қандай кітаптар өзекті деп. Десе де дәл осы тұста менің сұрағым келіп отырғаны, жалпы кітаптың идеясын, мақсатын айқындайтын қандай да бір енді критерийлер бар ма? Өзіңіз кітапханашы ретінде оқырмандарға қандай кеңестер бересіз? Ең алдымен кітапқа оқырман келген кезде оқырманмен біз бірінші әңгімелесеміз. Қандай кітап керек, қандай оның қызығушылығы не деген сияқты. Яғни сол алғашқы психологтар біздер деп айтсақ та болады. Біліп алғаннан кейін оның жанына не жақын екен біз кітапхананың бөлімдеріне жібереміз. Яғни қазақ әдебиеті болсын, яғни әдебиетке жақын оқырман болса, абонемент бөліміне барады. Сол жақтан ол қазақ әдебиеті керек па, орыс әдебиеті керек па, әлде шетелдік әдебиеттердің аудармасы керек па, сол жақтан табады. Сөзіңізді бөлейін, айып етпеңіз. Біздің студиямызға хабарласқан көрерменіміз бар екен, қоңырау қабылдайық. Қайырлы таң, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, қайырлы таң. Амансыз ба? Жақсы. Айналайын, қайырлы таң, жақсыларыңыз жасаулар. Мен өте қызығып отырмын енді. Прозаларыңыз қабыл болсын, санаулы күндері қалды ғой. Мен мына балама қызығып отырмын, мысалы кітап оқырман екен. Осындай балдарымыз көп болсын, осындай оқушыларымыз көп болсын. Енді менің айтпағым мына қызыма. Осы қаншалықты балдар оқып атқан алады ғой, әртүрлі шығармаларды алады, авторлардың, жазушылардың. Сол оқып тапсырып атқанда сол ана қарындасым соның мазмұнын сұрайды екен балдардан, әр жерінен тақырыптан. Кітабы баланың ойында қалу үшін, жатталып қалу үшін. Мына ертеректе біздерде кітап алғанымызда бір апайымыз болды, қазір марқұм болып кетті. Кітап аламыз, сонда соны тапсырамыз, кейде бір жеті, кейде бір одан да асып кетеді. Сонда келіп жаңағы сұрайды әр жерінен.
әр жерден сұрайды, сонда кейбір жерін жауап береміз, кейбір жерден жауап бермей айтамыз. Сонда айтатын еді, айналайын, өзіңе жақсы болады. Сол оқығаннан кейін қай шығармашылықты оқыдың, сол оқыған тақырыбын бәрін бірдей адам есіне қалып қою мүмкін емес қой. Сондықтан, иә, осындай нағылып жүр деген сондай айтады. Сондай сана қарындасым бойында бар ма екен? Сол балдар келіп кітап алып, оқып тапсырып жатқанда, иә, онан сұрап тұрар ма екен дегенім ғой. Баланың ойына оқыған жатталып қалу үшін деген мәселе ғой. Біздің енді кеше қиын жағдайда біздің Шалқар ауданының басшылығы әкімі Жанболат Жежеханов үшін халқы, жастар, спортшылар үшін патриоттықпен бөліміз аман-есен алып қалдық. Біз алып қалдық, Шалқар алып қалдық, енді Ақтөбе алып қалдық, қаншама спортшы болғанмен. Біз көліміз алып қалдық, дамбыны көтеріп, қабылымыз жасап, кілең, күнімен жүріппен. Сондай белсенділік жасадық міне. Ода ол аудан басшыларының халықтың шын елге деген, халыққа деген ықыласы ниеті. Рахмет құттықтарыңызға. Көп рахмет сізге. Өте қызықты сауал қойды. Расында да. Өте орынды сұрақ. Біздің яғни осы әдебиетте беріп отырған бөлім байқаймын, қыздары міндетті түрде сұрап жүреді. Өйткені ол бөлімде жасайтын қыздардың барлығы кітап оқиды. Біздерде енді әр бөлімге бөлінеміз ғой. Сол кезде осы әдебиет үйге беретін бөлім, әдебиетті үйге береді. Олар міндетті түрде оқырмандардан мына кітапты оқыдың ба, сізге осы кітапты ұнады ма, қай жеріндегі ең қызықты оқиғасы болды деп сұрап атады мүмкіндігінше. Өйткені бір мезетте мысалы бірнеше адам келіп қалса, сұрап үлгере алмай қаласың. Ал егер мана жеке-жеке мысалы жұмыс күндері бір адамнан, екі адамнан келіп қалса, бір адамға бір 5-10 минут уақыт бөлетін мүмкіндік болып қалып жатса, ол кезде әрине сұрайды. Қазіргі таңда жалпы кітапханаларда тағы да бір жиі кездестіретін дүние мына оқырмандар клубы. Бүгінгі таңда сіздерден бар ма оқырмандар клубы? Иә, бізде кітап оқитын клубтың өзі екеуі бар. Біреуі iClub деп аталады. Әр сенбі сайын сағат 2-ден 6-ға дейін жүреді. Ол жерде әртүрлі осы өлкеге қатысты кітаптар және қазақ әдебиетіне қатысты кітаптардың барлығын талқылайды. Сонымен қатар айына 1 рет я 2 рет кездесетін iBookU деген клуб бар. Қала бойынша соның қазақ бөлімі келіп отырады. Олар анда-санда келеді, бірақ айына 1 рет я 2 рет кездесу кітапханада ұйымдастырады. Бұл клубтардың мақсаты не сонда? Бір шығарманы талқылау ма? Бір шығарманы талқылайды және қазақ әдебиеттерін жалпы қазақша кітап оқитын контентті көбейту. Жастарды көбейту, өздерінің мүшелеріне қосады. Кітап оқитын жастарымыз көбейеді және бір кітапты талқылайды. Кейде ол кітаптың киносы болса, киносын да қараймыз. Жан-жақты талқылауға тырысамыз. Керемет, өте керемет, расында да қуанып отырмын. Қазіргі уақытта біз бүгінгі қоғам мүлде кітап оқымайды деген енді пікірге келіспейміз. Өйткені әсіресе енді дәл осы кітап оқудың қарқынның деңгейін сіздер білесіздер ғой. Сондықтан да сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осы тұста енді сұхбатымызды қорытындыласақ, Шыңғыс, алдағы уақытта сәттілік тілеймін. Кітап қорың өте бір жақсы туындылармен толыға берсін дегіміз келеді. Алдағы уақытта тек қана жұмыстарыңызға шығармашылық табыс, оқырмандар саны көбейе берсін.